Қашанда адамның бойында, жүрегінде қорқыныш болады екен, ол адам не істейді? Өз-өзін әрдайым қадағалауда ұстайды. Әрдайым өз-өзіне есеп алып отырады. Не істедің сен бүгін? Не істедің? Ақиқатында біз не істедік бүгін? Омар радиаллаху анху айтады: "Хасибу анфусакум қобла ан тухасабу." Ертең күні есеп бермей тұрып дейді, бүгінгі күні өз-өздеріңізге есеп беріңіздер дейді. Сосын ол адам өз-өзіне есеп бергеннен кейін адам не қылады? Өзін алға сүйрейді. Адам өзін дамытады. Ұмтылады, итағат етуге әрекет жасайды. Сол кезінде ол адамның дейді, ішкі дүниесі де, сыртқы дене мүшесі де, бүткіл сипаты да қорққан нәрсесіменен шұғылданатын болады дейді. Ақиқатында адам баласы өз айыбын көретін болса, ол басқадан айып іздемейді. Көреміз, біреулер бәлеқор болып жүреді. Ана қара не істепті, ана не істепті, қарашы, не істеп жатыр аналар деп. Ондай адам, Құдай сақтасын, өз айыбын көрмейді ол адамдар. Өйткені оған әдетке айналып қалған, ол біреудің айыбын ашып жүру, біреудің айыбын шұқылап жүру. Осы ең жаман нәрсе, сақтану керек. Адам өз-өзінің айыбын ақтарып, өз-өзінің айыбын турлаумен әлек болатын болса, басқамен шаруасы болмайды ол адамның. Сонда дейді, адам жан дүниесімен ішкі сыртқы сипаттарының барлығыменен қорққан нәрсесінен сақтануға әрекет жасайды дейді. Міне шариғаттағы талап етілген қорқу осылай дейді. Енді жаңа айттық, адамның қорқу дәрежесінің күштілігі Алланың ұлықтылығын танумен, оның сипаттарын білуменен және өзінің айыптарын білуменен болады дейді.